Әлемде судан кейін ең танымал сусын әрине шай. Әсіресе көптеген жылдар бойына ғалымдар мен дәрігерлер дәлелдеген көк шайдың пайдалы қасиеттері өте көп. Көк шайдың адам ағзасына пайдасын жапондықтар мен қытайлықтар бірнеше жыл бұрын білген. Ол мидың жұмысын жақсартып, ағзадағы қартаю процестерін баяулатады, салмақты қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сонымен бірге қатерлі ісік пен екінші типті қант диабетінің даму мүмкіндігін азайтады. Ауыз қуысындағы жағымсыз иіспен күреседі. Жүрек пен қан тамырлар жүйесінің жұмысын жақсартады. Ұйқыны реттеп, псориазды да емдеуге қабілетті. Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Бүгінгі видеода сан түрлі дертке шипа болатын көк шайдың пайдасы мен зиянына тоқталатын боламыз. Видеоны бастамас бұрын, видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сонымен бірге лайк пен қоңыршаны басып, комментарийге жылы тілектеріңізді білдіріп кетсеңіздер болады. Бұның бәрі бізді ерекше шабыттандырады. Сіздерге үлкен рахметімізді айта отырып, тақырыпты жалғастырамыз. Көк шайдың пайдасы. Көк шайды дәмі мен пайдасы тамаша үйлесім тапқан сусын деп те атайды. Бірақ бұл көк шайдың адам денсаулығы үшін әсте зиянсыз екенін білдірмейді. Мәселе ағзаның ерекшеліктері мен түрлі гастрономиялық жағдайлары жөнінде. Денсаулыққа алаң болмау үшін көк шайды қалай тұтыну керектігі жөнінде хабардар болған жөн. Мамандардың айтуынша, көк шайдың пайдасы орасан зор. Бұл сусынның тиімді әрі оң пайдасы оның құрамындағы дәрумендер мен танинде. Сонымен бірге антиоксиданттық қасиеттерге ие. Қатерлі ісіктен қорғайтындығында, ағзадан токсиндерді шығарады, тонусты сақтайды, несеп айдайды және тағы басқа қасиеттерге ие. Көк шай тамақты тым тоя жеуге бейім адамдардың тәбетін реттеуге жақсы әсер етеді. Көк шайды тамақтану уақыттарының арасында ішсе, бұл тәбетті аздап басады. Көптеген адамдар салауатты өмір салтын сақтамайды, дұрыс тамақтанбайды, алкоголь тұтынып, темекі тартады, ал көк шайды әмбебап дәрі ретінде қарайды. Шын мәнінде бұл олай емес. Көк шай өте пайдалы, бірақ ол ағзадағы барлық кемшіліктердің орнын толтыра алмайды. Көк шайдың зияны. Кейбір адамдарға басқа өнімдер жақпауы мүмкін. Сол сияқты көк шай мен қара шайды да кейбір ағзалар қабылдай қоймауы ықтимал. Кофеин есебінен бұл сусын жүйке жүйесіне әдеттегідей әсер етеді. Сол себепті оны кофемен немесе алкогольмен араластырмаған жөн. Бұл шай кей адамдарды тыныштандырса, басқалардың жүрек қағысын жылдамдатып жіберетін қасиетке ие. Кешкі уақытта шай ішіп алған кейбір адамдардың ұйқысы бұзылады. Сұйықтықты шығару мақсатында көк шайды жиі ішу гипотензивті әсер береді, яғни қан қысымы түседі. Қан қысымы жоғары адамдар шайдың бұл қасиетін бағалайды. Алайда керісінше, қан қысымы төмен адамдар өздерін нашар сезінулері мүмкін. Көк шайдың дұрысын қалай таңдау керек? Егер шай пестицидтер мен түрлі тыңайтқыштар қолданылмайтын плантациялардан жиналған болса, оның пайдасы да мол болмақ. Алайда шай жапырақтары өсіп, оны тасымалдау кезінде ластану мәселесі бар. Сонымен қатар, көптеген жалған өнімдер де бар. Ондай өнімдер зиянын тигізуі мүмкін. Сонымен бірге аллергиялық реакцияларды туғызуы ықтимал. Сатып алушы адам үнемі өнімнің қаншалықты жалған немесе шынайы екенін көзбен көріп анықтай алмайды. Сондықтан шай жапырақтары тұтастай болуы қажет. Егер жапырақтары ұсақталған болса, немесе пакеттелген болса, оның сапалы болуы екіталай. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.